Менде айтпақшы телефон бар емес пе? Анам мен әкемнің мегабайт сатып бергені қандай жақсы болды. Мен мынақты Wi-Fi дұрыс ұстамайды. Неғып? Жоқ, я Алла маған Wi-Fi ұстата көрші. Ұстады. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерге ақ көйлек киген, қара шаш жалбырап кеткен, аяғы тұяққа ұқсайтын қызды айтып берейін. Егер сіздер оны көрсеңіздер, сразу қашыңыздар. Міне, мен сіздерге ол туралы мәліметті түсіндіріп берейін. Ол телечкасы бар, ол бір телечка сияқты түрмеде адамдарды қамап, ұстап жейді. Және оның қоңыр түсті терезесі және есігі бар. Үйде тұрады. Үйі өте ескі, терезесі аспанға қарап тұрған сызықтарға ұқсайды. Ондай адамдар, ондай сияқты қыздан сақ болыңыздар. Ол сияқты қыздың үйінің қасында құм мен тас бар. Ол құм мен таста адамдар ойнап жүреді. Ол адамдар жай ғана адамдар деп ойласаңыздар, қатты қателесесіздер. Бұл тұяқты қыздың балдары. Тұяқты қыздың балдары неге тұяқты қызға ұқсамайды десеңіздер, тұяқты қыз бір еркекпен үйленген. Ол еркек адам болған. Балдардың бәрі адам. Тек оның бір баласы бар, ол тұяққа ұқсайды. Бірақ ол баласын, ол ешқашан, ол терезесі бар, үйді 2 этажный. Оның терезесінде шифр терезесін көрген шығарсыздар. Оның шифр терезесінде баласын ұстап отырады. Себебі баласы далаға шықса, барлық адамды өлтіреді. Біреуін қалдырмайды. Анасынан да сақ болыңыздар. Оның аты тұяқты, анасының аты тұяқты қыз, баласының аты шияқтым бала. Сақ болыңыздар, сау болыңыздар. Бұл жері ғой. Оның бәрі балалары қорқынышты емес, бірақ баласы ғана қорқынышты екен. Мен бұл жерден тез қашуым керек, мен кеттім. Сонымен Асу өз үйіне кетті. Ол тұяқты қыздан құтылды. Достар, егер осындай үйді көрсеңіздер, міндетті түрде қашыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Енді қазақ тіліне аударған Астана телеарнасы 2011 жыл.